Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын ұсақ-ұсақ бауырсақ, яғни ши бауырсақтың рецептісін ұсынатын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бізге шамамен жарты стакандай су қажет. Ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Татымына қарай тұзымызды саламыз. Жарты шай қасықтың көмегімен ас содасын саламыз. Және бір ас қасықтың көмегімен қантымызды саламыз. Енді үстіне 4 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап қантымыз, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Ұнымызды үстіне салып, қолымызбен қамырды илейтін боламыз. Ұнның тығыздығына байланысты әртүрлі болуы мүмкін, сондықтан шамамен жаздым. Бізде орташа тығыздықта қамыр пайда болуы қажет. Қамырымызды алғаннан, илеп болғаннан кейін жақсылап қолымызбен осылай илеп аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы шығатын болады. Енді қамырдың бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. 10-15 минуттан кейін біздің қамырымыз мінекей дайын болды. Жақсылап тағы да қолымызбен осылай илеп жібереміз. Енді осы қамырды қолымызбен бетін жаямыз. Дәл видеодағыдай жайып аламыз. Енді шет-шетінен бастап осылай кесе бастаймыз. Лағман созатын кезде кесеміз ғой, сол сияқты дәл осылай барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Құрамындағы заттарын төменде описание бөліміне қалдырамын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Мінекей достар, бізде осындай ұзын-ұзын қамырлар пайда болды. Енді осы қамырларды шетінен алып, дәл видеодағыдай шетінен осылай ұсақтап турап алатын боламыз. Барынша жіңішке қылыңыздар, себебі піскен кезде сәл көтеріледі. Сондықтан барынша ұсақ-ұсақ қылып, дәл осылай турап аламыз. Мінекей достар, мен барлығын осылай жайып алдын жақсылап турап осылай дайындап алдым. Осы уақытта майымызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майға шетінен сала отырып, қамырларымызды жақсылап араластырып қуырып аламыз. Майды орташа отта қыздырамыз. Майымыз қатты қызып кетсе, біздің бауырсақтарымыз күйіп кетіп, арасы піспей қалады. Сондықтан орташа отта асықпай, осылай сарғайғанша қуырып алатын боламыз. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген түрлі алуан түрлі рецепттерді ұсынатын боламын. Мінекей достар, біздің өте дәмді әрі дастарханның көркі болатын осындай кішігірім, кішкентай ұсақ бауырсақтардың рецептін ұсындым. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте дәмді және ерекше болады. Әсіресе балаларыма қатты ұнады. Балаларымыз жақсы көріп жейтін болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.